Сәлем менің YouTube көрермендерім. Экомамаға қош келдіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, арнама міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Көптеген ақпараттармен бөлісе беретін боламын. Мен сіздермен бүгін пияздың қабығының қант диабетіне қалай әсері бар екен, қалай көмектесетінін сіздерге айтатын боламын. Ендеше мені мұқият тыңдаңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер, рецептін тастап кетемін. Яғни пияздың қабығы білесіздер 100 ауруға ем. Белгісіз ұмытылған ол құрал болып қалады. Негізі бұрында аталарымыз, әжелеріміз осыны қолданған. Бүгінде адамдар өздерінің ата-бабаларынан алған білімдерінің көпшілігін тастап, қазіргі заманғы көзқараста өмір сүрді. Сүріп жатыр. Бұл көптеген ғасырлар бойы адамдарға көмектескен. Олардың орнына тамшылармен, таблеткалармен, шприцтармен су басқан. Бірақ біздің ата-бабаларымыз осы өркениеттің жоқтығына қарамастан өмір сүрді және шағым бермеді. Пияз қабығын сізге не ұсынады? 100 ауруларды емдеу. Бұл дәріханадағы қымбат дәрілер сияқты белгілі бір аурудың кейбір белгілерін жояды. Пияз қабығындағы пайдалы заттар организмге күрделі әсер етеді. Оның құрамдас бөліктері бар. Сол сияқты көптеген басқа дәрілі өсімдіктерге де қолданылады. Оларды белгілі бір ауруға шалдықтыра отырып, сіз сыйлық ретінде қосымша жағымды әсерлерін аласыз. Осы халықтық құралдың артықшылықтары мен зияндарының ең жан-жақты сипаттамасы пияз қабығы 100 ауруды емдеу. Яғни сіздер бұрында осыны аталарымыз, әжелеріміз қолданған, менің әжем үнемі осыны қолданып жүргенсін, мен сіздерге бар әжемнің білгенмен бөлісіп жатқаным. Қант диабетіне көмектескен әжем үнемі айтып отыратын, қант диабеті мен пияз қабығы. Пияздың қабығы, пияздың өздері сияқты қант диабеті үшін қажетті өнім бөліп табылады. Құрамына енгізілген витаминдер мен микроэлементтер бұл ауруды жеңілдетеді. Бұл өсімдікке ақуыздар мен майлар мүлдем жоқ. Сондықтан пиязды пайдаланған кезде диабетиктерді тағы да алаңдатудың қажеті жоқ. Пияздың тағы бір пулоалицин деп аталатын зат, ол осы халықтық препараттың қандағы қант мөлшерін төмендетіп, инсулиннің қажеттілігін азайтуға жауапты. Сондай-ақ пияздың қабығының ыдыстары пайда болған жағымды әсері қант диабетіне тән асқынуларды болдырмауға мүмкіндік береді. Қант диабетіне қарсы рецепт өте қарапайым. Ыстық суы бар кішкене құты құйып, термоста алынған ерітіндіні талап етеді. Тиімді инфузия уақыты шамамен 8 сағат. Алынған сорпа тамақтанудың жарты сағат бұрын стақанның 1/3 ішу керек. 1/3 ішу керек. Пияз қабығынан гөрі дәрі-дәрмекті табу қиын. Оған тіпті қарсы көрсетілмейді. Бұл оны ауыр науқастар үшін де пайдалануға мүмкіндік береді. Ауырмаңыздар, жасап ішіп көріңіздер. Барынша кәдімгідей пияздың қабығын тастамауға тырысыңыздар. Бұрынғы аталарымыз, әжелеріміз білген ғой, сол себептен қымбат дәріге шапқанша, одан да өзімізді ерінбей, пияздың қабығын далаға лақтырмай, үнемдеп, осылай ауруымызды жазып алуға әбден мүмкіншілігіміз бар. Соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Тіркелмеген болсаңыздар, айнама тіркеліп қойыңыздар. Ертеңге жақсы сізге жаңалығым бар.